Сыдық Жұмаханұлы 1916 жылы Шыңғожа бекетінде дүниеге келген. Әкесі Жұмахан 1830 жылдары Семей Қытай сауда керуен жолында қызмет атқарған Шыңғожа бекетін салушы Ағай Лақұлының баласы. Шешесі Дәшім Сепбосынқызы. Сыдық шешесінің інісі Ақтамберді жырларын жеткізуші Сейсен нағашысының қолында өскен. Нағашы жағында өзінің соңынан ерген қарындасы Бақтияр, інілері Сәкен, Бекен, Боран болған. Ал өзімен бір туғандар ағасы Әбубәкір, қарындасы Ғазиза, інілері Аманғали, Жұмағали. Ағасы Әбубәкір мен інісі Аманғали отан соғысында қаза тапты. Сыдық жастайынан еңбекке ерте араласты. Соғыс жылдарының алдында аудандық комсомол комитетінде, соғыс жылдары аудандық атқару комитетінде соғысқа қажетті киім-кешек, көлік жинау жұмыстарын ұйымдастырды. Соғыстан кейін Шыңғожа ауылдық кеңесінің хатшысы болды. 1950-52 жылдары Бақанас ауылдық кеңесін басқарды. 1952 жылдары туған ауылы Шыңғожаға келіп, совхоздың әр саласында қызметте болып, зейнеткерлікке шықты. 82 жасқа келген шағында дүниеден озды. Осынау еңбек жолында түрлі медальдар мен марапаттарға ие болды. Қазақстан комсомолдар съезінің делегаты болды. Далабаева Гаухар Қаймолдағызы 1926 жылы Шыңғожа ауылдық кеңесінің Кеукен жайлауында дүниеге келген. Әкесі 4 әйел алған бай адам болған. Анасы Ұлдайдан Қали, Әли, Бари және Гаухар. Екінші әйелі Сергеопылдағы Тадар саудагерінің қызы болған. Ол кісіден Мақыбжамал, Жаңылдық, Нағима, Қалима. Үшінші әйелі орыс қызы Скрипникова Қадиша. Ол кісіден Талтыз. Төртінші әйелі Тобықты қызы Жұмаш. Жұмаштан 70 деген ұлы болған. Қаймолда көп қудалауға түскендіктен балалары Қалиды жездесіне, Гаухарды жолдасы Далабайға береді. Асыраған шешесі Бижамила. Балаларын басқа кісілерге беру себебі бай Гулақтың балалары деп оқытпай қойған. Балалық шағы Шыңғожа ауылындағы Белтерек, қазір Қаймолда деп аталатын жерде өткен. 7 жылдық мектепті Төлендіден бітіріп, Сергеопылдағы педучилищеде оқып жүрген жерінен байдың баласы ретінде кен орнына ауыр жұмысқа жібергелі тұрған жерінен қазақтың белгілі ақын қызы Тұрсынхан Әбдірахманова ара түсіп, Қызыл Октябрь колхозына есепші ретінде жолдамамен жіберген. 1943 жылы Сыдық Жұмаханұлына тұрмысқа шығады. 1952 жылы Шыңғожа ауылында почта бөлімі ашылып, зейнеткерлікке шыққанша почта бөлімінің бастығы қызметін абыроймен атқарып, ел құрметіне бөленеді. Әсіресе 1962 жылдары Қытайдан келген көптеген отбасылар бір-бірінен ажырап қалып жатты. Соларды қайта табыстыру жолында елеулі еңбек сіңірді. 14 жасынан тылдағы еңбекке араласты. Осы жылдардағы жемісті еңбектері бағаланып, ерен еңбек үшін медалімен, республикалық және облыстық дәрежедегі мақтау қағазымен марапатталды. Ел арасында ақындығымен де ерекшеленген. Ауылының ұйтқысы бола білген Гаухар, жұбайы Сыдық екеуі 10 бала тәрбиелеп өсірген өнегелі жанұя болды. Барлық балалары жоғары және арнаулы орта білім алды. Үлкен қызы Нәзила Қарағандының Шет ауданында мұғалім болса, ұлдары ауылда әр түрлі салада қызмет етті. Қызы Ардақ Алматыдағы ғылым академиясында химия ғылымының кандидаты. Анар Астанадағы Гумилев атындағы Еуразия университетінің механика-математика факультетінде аға оқытушы. Сыдық пен Гаухардың 32 немересі бар. Барлығы түгелдей жоғары білім алған. Олар Қазақстанның әр саласында қызмет атқарып жатқан өнегелі ұрпақтар. Сыдық пен Гаухар туған жері Шыңғожа Батыр ауылында жерленген. Жандарыңыз жәннатта болсын, ардақты әке, аяулы ана. Тәңірден сұрағаным, ел жүріп жұбанарым, бақытым балаларым, қызықтап қуанарым, байлығым балаларым,
бар болсын саналарың, сыйласып жүріңдерші суымай араларың. Айтатын аманатым, шықпасын жаманатым, жүректе жүрсін нәргіз, тәубемен қанағатың. Жайнасын тірліктерің, көңілді гүрлетпегін, бағасыз байлықтасу, жараса бірліктерің. Сыдық